Биліктің басында елім жерім деген азаматтар отырған жоқ. Елім жерім деген азаматтар отырған жоқ биліктің басында. Елді тонағыштар отыр. Елді қанағыштар отыр. Қай қалаға барсаңыздар да, бүкіл қалада көп қабатты үйлер тоқтамай салынып жатыр. Мүлдем тоқтамай салынып жатыр. Ол салынып жатқан көп қабатты үйлерден бөлек қаланың шетінен, ауылдың шетінен, мына көп балалы аналарға, жағдайы жоқтарға деп оларды бөліп салып қойған ғой үйлер. Масқара ғой. Той-тойлап би билегісі келетін қатындар көп қазір. Мойындайық шағандар, мойындайық оны. Бір бала, екі бала тапса болды. Даже байда керек жоқ. Зачем бай? Біреуден туып ала сал болды. Өзің ертең қартайған кезде керек тақ қояды ғой еще. Бұл ақыр заман ғой, ағайындар. Қатыныңа сөйлей алмасаң, балаңа сөйлей алмасаң. Қазір үйлердің ішінде тыныш шығар. Ертең бастарыңа түскен кезде мамалап шығасыңдар ғой, ағайындар. Өгізде уже кеш болады ғой. Міне қазір ғой, бас көтеріп шығатын уақыт. 2019-дан бері жатпау керек еді негізі қазаққа. 2019-да заңсыз сайлау өтті, дәлелдеп бердік. Нағыл дейсіңдер енді ағайындар. Көрсетіп бердік қой, көздерін шығып тұрып. Көрсетіп бердік қой. Міне ұрлап жатыр, мұғалімдер ұрлап жатыр. Сендердің болашақтарыңды ұрлап жатыр қазақтар. Деп видео дәлел бар, жазбаша бар. Бәрін дәлелдеп бердік қой ағайындар. 2019-да қалай бізде сайлаулар өтіп жүргенін. Өмірде сайлауға бармаған адам мен болғам. Бірінші рет 2019-да барған болатынмын. Солса мен секілді барғандар өте көп 2019-да. Ойладым осы қазақ жатпайды енді. Болды, осымен өзгеріс әкелеміз деп. Бүкіл барымызды сала салдық қой. Қазақ жатпайды, өзгеріс болады деп. Жата қалдыңдар ғой ағайындар, ертеңгі күн жата қалдыңдар ғой. Бір жұма демей қойын, ертеңгі күн жата қалдыңдар ғой. Елдің ішінде жүріп кездесеміз ғой бетпе-бет. Сол кезде сылтауратасыңдар ғой. Ойбай, Әбіләзов анау, Әбіләзов мынау деп. Сен Әбіләзов емес, елдің ішіндегілерді қолдап алшы, өтірік сылтауратпай. Ол Әбіләзовті қолдаушылар, өзінің жақтаушылар бар. Тиіспеңдер оларға, нелерің бар? Қозғалып жатыр, істеп жатыр, халықтың көзін ашып жатыр. Өтірік сылтауратасыңдар ғой бетпе-бет кездескен кезде. Сонда басқа елдің ішінде жүргендер оларға қосылу туралы, оларға қолдасу туралы ойламайсыңдар ма? Или өздеріңнің жаңағы шыға алмай қорқып атқан қорқыныштарыңды солайынан типа тәпішкелерін шешіп атсыңдар ма? Қорқынышты емес маған. Дарға асама, атама, абақтыға жабама, маған қорқынышты емес. Маған осының бәрінен қорқыныштысы өз ауылымның иті үріп қапқаны дейді. Ол өз ауылымның иті үріп қапқаны деген өзімнің қасымда жүрген, қатарда жүрген, мына жүйені ауыстыруға әрекет жасап жүрген ағайындар аяқтан шалса, сол маған қорқынышты. Біз бейбіт шеру, бізге соғыс керегі жоқ. Итак өз аз қазақпыз. Мына тұрған өзбек, біз секілді байлығы жоқ болса да, санымыз бірдей болған осыдан 30 жыл бұрын. Қазір олар 36 миллион, біз 20 миллионбыз. Олар ел үшін жұмыс істеп жатыр. Диктатор болса да, өзінің елін дамытуға жұмыс істеп жатыр. Сол үшін ел үшін жұмыс істейтін адамдар биліктің басына қоюымыз керек біз. Әр қаладан ертең жүйені ауыстырған күннің өзінде қандай сатқындар келіп отырады, еліне қызмет ететін адамдар келіп отыра ма, оны да сайлайтын сіздер боласыздар. Ол кезде де ұйықтап қалмау керек. Митингіге шығуға рұқсатар бақылаушы болыңдаршы деп тұрып айтамыз, жалынамыз. Бақылаушы да болмайсыңдар ғой, Құдай-ай десеш. Заңмен барып, таңертеңнен кешке дейін отырып, ана жерде заңсыздықтар болмасын, соны бақылау. Соны бақылаудың өзіне ерінесіңдер ғой. Кешкісін кафеге кеш, арақ ішеміз десең, базар жоқ, одан қалмайсыңдар. Тікелей дәлел. Алматыда қаншама жиналыстарына да бару жүрмін. Наурыз жасайды, жәнегіндей бір ас береді деген секілді. Ас берген кезде, наурыз жасаған кезде бір 100, 150, 200 адам жиналады. Ал митингіге шақырсаң, 10 адам келеді ғой, 10 адам. Кесей то. Белсенділерді айтып отырмын, мен қарапайым адам емес. Тамақ ішуге, өсек айтуға сендерде уақыт жетеді. Тағы да айтам ағайындар, бұл Қазақстан үлкен үйіміз, Қазақстан үлкен үйіміз. Ал сіздер өздеріңіздің кішкентай үйлеріңіздесіздер. Үйлеріңізде кешкісін бала шағаларыңызға ешкім тиіспес үшін есіктеріңізді іштен білесіздер ғой. Білесіздер ғой іште бар, білесіңдер. Қорқасыңдар өйткені біреу кіріп кетеді деп. Мына үлкен үйдің есігін ішін лейік те ағайындар. Лейік, ертерек. Кім көрінгені кіріп жатыр елдің ішіне? Және ғана көп қабатты үйлер туралы бастаған әңгімемді аяқта кетейін. Көп қабатты үйлерді кімдер алады? Ол үйлерді шетелден келгендер ақшасы барлар алады. Елдің ішінде жүрген ақшасы көп адамдар бүкіл этаж сатып ала салады да, қазақты байлайды.
15 жылға, 20 жылға қораға кіргіз қояды, ол түрме ол. Сен 15 жыл, 20 жылға жәнегі ипотекаға аласың, сен қамалдың деген сөз. Болды, сен ешқайда қарамайсың. Сенде мүмкіндік жоқ. Ертең сен митингіге шығатын болсаң, іштеріңдегі үрейді айтып жатырмын мен сендерге. Іштеріңдегі қазіргі қазақтың үрейі. Ертең митингіге шығатын болсам, мен қамалып қалсам, ана менің квартирамды кім төлейді? Ана менің кредит алған машинамды кім төлейді деп, сендер қол аяқтарың мандыра ұстап дірілдеп жатасыңдар. А зачем ондай үйдің керегі бар бізге? Қазаққа еңбегі сіңген адамдарға тегін үй беруге болады. Қазір мысалы үндемей жатсыңдар ма ағайындар, ертең жүйені ауыстырғаннан кейін сендерге мә деп ешкім ақша шашып салай деп тұрған жоқ ағайындар. Елімізді дамыту үшін, әр қазақ бай болу үшін біз тағы да еңбек етуіміз керек болады. Әр семьядан бір адам бәйгеге басын тігіп еңбек ету керек болады бізге. Қаншама нәрсені салу керек болады, қаншама нәрсені бұзу керек болады. Ойбай, мына билік кетті, мәңдер деп бере салайын деп тұрған ешкім жоқ сендерге. Өтірік оның бәрі. Ойбай, айлығыңды 500 мың қылам, миллион қылам деп неметіп жүргендердің бәрі өтірік әңгіме оның бәрі. Қайдағы ақша сендерге? Ол ана жерді алтынды тонаған кезде ғана ақша болады. А бізге тонаудың керек жоқ. Бізге еңбек ет, елімізді дамыту керек болып тұр. Еңбек ет, бізге баю керек болып тұр. Жердің бетінде, жерді қазып емес, жердің бетінде еңбек ету керек болып тұр. А от сол кезде еңбек еткен адамдарға беруге болады, не сұраса да. Бала шағасын тегін оқуға түсіруге болады солардың, өйткені ол өзі ауылда еліміздің дамуына үлес қосып жатыр деген сылтаумен оның баласын тегін оқытуға болады. Небір заводтар салынады. Сол заводтың дамып кетуіне үлес қосып жатқан қазақтарға беруге болады тегін үй, тегін машина. Қазір неме боқтарыңды апарып тышып жүргендердің ішіне береміз ба не сонда? Қазір үйлерінен шыға алмай жатқандар сендерге. Қазір үйлерінен шыға алмай жатқандар сендерге не үшін беру керек? 500 мың миллион айлықты. Қазір үйлерінде тығылып жатқан үшін бе? Ондай мемлекет емес бізге. Жердің бетінде ақша табуға болады біздің елде. Мүмкіндік деген өте көп ағайындар. Қазір бірдеңкені айтатын болсаң, ананы сылтауратып, мынаны сылтауратып, бұрмалап кететіндер де жетеді. Сол үшін пока ештеңке айтпай жатырмыз. Кімді сайлайсың дейді. Мына кездесесің ғой адамдармен, жастармен. Мына мен сияқтылардан шоу. Здорово жігіттермен келесеміз ғой. Дәу. Кімді сайлайсыңдар деп тұрып, өздерінше герой болып тұрып сөйлейді ғой. Оларға кімді сайлайтынды қалай айтамыз біз, қалай? Биліктің басында қылмыскерлер отырса, полиция қызметкерлерінің заңсыздықпен жұмыс істеп жатса, бір адамның атын айту қауіпті қазір. Бәйгеге бас тігіп жүрген осы ана Багатаң, Бауыржан Атынбаев деген секілді қарапайым белсенділерді қолдай алмайсыңдар ғой. Бәйгеге бастарын тігіп жүр. Соттасаңдар, атсаңдар, атыңдар деп жүрген азаматтарды қолдамай отырсыңдар ғой. Ержан Шамша жүрәне Астанада, Қарағандыда Бақытжан аға жүрәне, Өскеменде Айдар аға жүрәне, Талдықорғанда Аманжол жүрәне, әр қалада бар.